Баршаңызға сәлем. Бүгін голубцы сорпасын бірге дайындаймыз. Ол үшін голубцы, пияз, сәбіз, картоп, күріш, тұз, приправа және тартылған етімізді дайындап аламыз. Видеомызда көрсетілгендей, ең алдымен пиязды майдалап турап аламыз да тартылған еттің қасына саламыз. Алдын ала жуып тазартылған күрішімізді саламыз. 1 шай қасық тұз қосамыз және приправа қосамыз. Сізге приправаның дәмі ұнамаса қоспасаңыз да болады. Және барлығын енді араластырамыз. Тартылған етімізді араластырып болғаннан кейін голубцыйдың ішіне ақырындап, жайлап, тығыздап, қатты тығыздамаймыз, сәл ғана ішін толтырып саламыз. Голубцыйдың барлығын салып болғаннан кейін артынша сәбізді ірі әдемі қылып турап қазанға саламыз. Және картопты де дәл солай. Және қызанағымызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Қазанға салып, үстінен 1 шай қасық тұз саламыз. Енді үстінен салқын су құйып, видеода көрсетілгендей суды көкөністер батып тұратындай етіп құйып аласыздар. Қазан қалпағын жауып, отқа қоясыздар. Бір қайнағаннан кейін астын пәсейтіп, жай отта пісіресіздер. Сіздерге менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған мен Меруерт Есеналықызы. Ас болсын!